Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма-шуақ сәтінде. Төбемнен көкпеңдек болып төңкерлік тұрар, аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсанға айналып, шошайтып қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауылының арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште тіпті түні бойы сеператорға сүт тартып, май шайқайтып. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жылтылдатып от жағып, ән шырқағанда лаулаған жалын, бақсыдай тілін жалаңдатып, күй шертіп, тау тасты күмірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле, алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып ұлардай шулап ойнап жүргеніміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Портай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүксі бар. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жібертті. Салық салғанным ұшар басындағы қалым тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды, орнынан атып тұрып. Мені қалай таптың ей? Сенің үйің осы тас күрке емес пе? Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан, жемтір болып бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен стол жасап, май шам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп, көз байлана бастады. Тортай дедім. Ау деді. Әңгіме, не ертеп айтшы? Баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастады. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Ар қарай күңгір, күбір-сібір ертекке айналды. Бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзін де ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала